Дастарханның сәнін келтіретін самсаларды әзірлеу үшін ұн және сары майдан крошка дайындап, бір жұмыртқа және 3-4 қасықтай сметана салып, қопсытқыш пен тұз салуды ұмытпаймыз. Жұмсақ қамырды екіге бөліп тындырып, өзіңіз ұнатқан начинканы дайындауға кірісеміз. Ал мен де ет, картоп, пияз және шпинат қосып жасадым. Міндетті түрде тұз және қара бұрыш, кориандр қостым. Әрине, бұл өз қалауларыңызға қарай ұнатқан дәмдеуіштеріңізді қосуларыңызға болады. Міндетті түрде сұйық май және жақсылап араластыру қажет. Демалып тынған қамырымызды дәл осылай сопақ тәрізді етіп жайып, бір-біріне осылай жиырып аламыз. Жиырылған қамырымызды ашып, арасына дәл осылай начинкаларын толтырып, екі ұшын бір-біріне біріктіреміз және осылай көрсетілгендей етіп түйіп аламыз. Бір-бірлеп самсаларымызды кесіп, листтерге теріп аламыз. Теру барысында дәл осылай екі ұшын жақсылап бекітуді ұмытпаңыздар. Алдын ала қыздырылған пешімізде 180 градуста 30 минуттай бетіне жұмыртқаның сарысын жағып және қалауларыңызға қарай күнжіт сепсеңіздер де болады. Самсаларымыз алтындай сап-сары болғанша духовкада ұстап, дәл осылай сәндеп дәмін көреміз. Барлығымыз білетін қарапайым самсалардан әлде қайда жұмсақ әрі өте дәмді. Рецепт ұнаған болса, лайктарыңызды аямай кетіңіздер. Ең бірінші дәмін көргенімде мені таң қалдырған салатты үй жағдайында жасап көруге кірістім. Тазартылған баклажандарды 4 бұрыштап турап, қытырлап тұратын баклажандар үшін кляр әзірлейміз. Ол үшін суға тұз, ұн салсаңыз жеткілікті. Енді баклажандарымызды клярға салып, бір-бірлеп қызып тұрған майда баяу отта қып-қызыл етіп қорып аламыз. Алдын ала қайнатып және суытып алынған етімізді турап, ең дәмді соусты жасауға кірісеміз. 4-5 қасық аройд соусымызға лимон шырыны, біраз қасық тұз және сұйық май араластырып, үстінен рукола, салат жапырақтары және қайнатып алынған етімізді салып, жақсылап араластырып, дәл осылай тәрелкемізге жайғастырып, үстінен қорып алынған қытырлақ баклажандарымызды салып, тағы да үстінен аройды соусын салып, дастарханға ұсынамыз. Ал енді бисмиллах деп дәмін көрейік. Корей халқының жұмсақ бигуди тамағын әзірлейміз. Қол күймейтіндей жылы суға, не болмаса сүтке, тұз, ашытқы, сұйық май және ұнымызды салып, жұмсақ қамыр әзірлеп, жылы жерге алып қойып, бірден начинкасын дайындауға кірісеміз. Тартылған етті жартылай қорып, үстінен соя тұздығы және пиязды салып, артынша тұз, кориандр салып, ұсақталған қырыққабат және қалауыңызға қарай құйрық май салып, 5 минуттай қуырсаңыздар жеткілікті. Көтеріліп шыққан қамырларымызды домалақ бөлшектерге бөліп алып, дайындап алған начинкамызды дәл осылай жайып алынған қамырымыздың ортасына салып, әдемілеп түйіп аламыз. Қамырлары көтеріліп мақтадан жұмсақ болу үшін міндетті түрде мантываркаға терілген бигудиларды жарты сағатқа жылы жерде бетін жауып қалдыру қажет. Содан соң ғана қайнап тұрған пардың үстіне қойып 40 минуттай пісіріп аламыз. Үлпілтек бигудиларымыз дайын, міндетті түрде дәл осы рецептпен әзірлеп көріңіздер. Алмаған лайктарыңызды аямай кетіңіздер. Ең жұмсақ котлеттерді әзірлеу үшін қалып қойған нандарды салқын суда жібітіп, артық суын алып тастаймыз. Котлеттер өз формасын өте жақсы ұстау үшін пиязды да дәл солай артық суын алып тастау қажет. Орташа майлы тартылған ет ерекше жұмсақтық беру үшін міндетті түрде майонез, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка, кориандр және де сарымсақ қосуды ұмытпаңыздар. Енді жақсылап араластырып, форма беріп, жоғары отта екі жағын жай ғана қызартып алып, бірден фольгаға орап духовкаға жібереміз. Бұл рецепті жай ғана сақтап алмай, міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Котлеттер жай ғана жұмсақ қана емес, әрі өте дәмді. Тауық етін сүйетін жандар дәл осы тағамда жасап көру қажет. Етіміздің қалың жерін жұқа бөліктерге бөліп алып, содан соң жеңіл әрекеттермен ұрып, бірден соусын әзірлеуге кірісеміз. Қызыл тәтті паприка, қара бұрыш, тауық етіне арналған қалаған түрдегі дәмдеуіш және сарымсақ, зәйтүн майы не болмаса қарапайым майды да қоссаңыздар болады. Тұз және соя тұздығын қосып, жақсылап араластырып, етімізге жағып, теркадан өткен сәбіз және қалауларыңызға қарай қалаған түрдегі ірімшікті салып, бірден нығыздап ораймыз. Еттің астына стрич пленка қойып ұрсаңыздар, орауға өте ыңғайлы болады. Ал мен ұмытып кетіппін. Фольга не болмаса пергаментке орап, жарты сағат пешке жіберіп, бірден гарнирін әзірлеуге кірісеміз. Паутина макарондарын қызартып майда қуырып, үстіне жібітілген күрішті салып, 1-2 минутта қуырғаннан соң тұзын және бетіне аздап шығып тұратын суды салып, суы тартылғаннан соң бірден бетін жауып 20 минутқа бұқтырып пісіріп аламыз. Қалауыңызға қарай кукуруз қоссаңыздар болады. Рулеттеріміз де дайын, тәбетті ашарлықта етіп дастарханға ұсынамыз. Маған мотивация болу үшін міндетті түрде лайктарыңызды және төменде өз пікірлеріңізді аямай кетіңіздер. Ең дәмді етті салатты әзірлеу үшін лавр жапырағы, тұз, қара бұрыш қосып, етімізді қайнатып аламыз. Қияр, пияз, сарымсақ, кориандр, қара бұрыш, тұз, шекер, сірке суын салып, бөлек ыдысқа ащы бұрыш және тәтті бұрышты салып, үстінен қызып тұрған майды құйып жақсылап араластырып, дайын салатымыздың үстінен құямыз. Салатымыз одан әрі дәмді болу үшін соя тұздығы және де қалаған түрдегі көкөністерді қоссаңыздар болады. Сонымен біздің етті салатымыз дайын, міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Алмаған лайктарыңызды аямай кетіңіздер.
Жарылмайтын тефтелдерді әзірлеу үшін майсыз тартылған етке теркадан өткен пияздың артық суын сығып саламыз. 2 ас қасық жібітілген күріш, қара бұрыш, тұз, міндетті түрде ұн қосамыз. Жақсылап бір араластырып алғаннан соң бір көлемде етіп, осылай нығыздап алып, содан соң барып шариктер жасаймыз. Нығыздалған шариктер суда мүлдем жарылмайды. Бір аптаға тоңазытқышта сақтасаңыз да болады. Өздеріңіз ұнатқан сорпаны әзірлеп, ең дәмді дәмдегіштермен бірге 10 рет қайнатсаңыз да жарылмайтын шариктерді салып, баяу отта 30 минутқа қалдырамыз. Жарылмайтын тефтелдеріміз дайын, міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Мен үшін ең дәмді салат әзірлеу үшін баклажанды тұзды суда 1 сағатқа қалдырып, содан соң суын сырғытып, қызып тұрған майда қыздартырып аламыз. Етті лавр жапырағы, қара бұрыш және тұзды суға салып 1 сағат бұқтырып қайнатамыз. Салат жапырағы, помидор, қияр, болгар бұрыштары, етімізді турап, қуырып алған баклажанның майына сарымсақ және соя тұздығын құйып, үстінен көкөністер салып, барлығын араластырып, дәмін көрсеңіз болғаны. Бұл енді сіздің де сүйікті салатыңыз болары анық. Рецепт ұнаса, лайктарыңызды аямай кетіңіздер. Сол барлығымыз білетін танымал стрипсыларды әзірлеу үшін ұнға жұмыртқа, тұз, қара бұрыш, паприка және су қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Тауықтың төс етін дәл осылай ұзыншақ етіп турап, дайындап алған клярға салып, жақсылап араластырып, бөлек ыдысымызға тағы да ұн, тұз, паприка, міндетті түрде кукурузный крахмал. Жақсылап араластырып, клярдағы тауықтың төс етін алып, дәл осы кукурузный крахмал араласқан ұнымызға малып аламыз. Енді баяу отта қуырып алсақ болғаны. Сол барлығымыз білетін танымал стрипсылар дайын. Міндетті түрде дәл осы рецептпен әзірлеп көріңіздер. Маған лайктарыңызды аямай кетіңіздер. Үй жағдайында әзірленген стейк қалай болады екен деп балғын сиыр етін алдымен ұрғылап алдым. Содан соң дәміне қарай тұзын, дәмдеуіштерін салып 3 сағатқа қалдырдым. Етіміз жұмсақ болып пісіп шығу үшін қызып тұрған табаға міндетті түрде сарымай, хош иіс беретін розмарин және сарымсақты да ұмытпаймыз. Маринадқа тойынған еттерімізді қып-қызыл етіп екі жағын қызартырып, бетін фольгамен не болмаса арнайы етіп пісіруге арналған пакетке салып 1,5 сағатқа 150 градуста пеште пісіріп алдым. Жұмсақ, хош иісті стейктерім дайын. Қалай болып шыққанын стейктердің өзі айтып тұр. Рецепті сақтап, міндетті түрде лайктарыңызды аямай кетіңіздер. Жай ғана сақтап алмай, міндетті түрде дәл осы тәсілмен әзірлеп көріңіздер. Қуырдақтың картоптары езілмей әдемі болып шығу үшін алдын ала дәмдеуіштерін салып, сұйық май араластырып 180 градуста қызып тұрған пешімізде 30 минуттай қызартырып аламыз. Алдын ала қыздырылған майымызда етімізді 1 сағаттай өзінің сөлінде бұқтырып пісіреміз. Сол кезде жұмсақ болып шығатын болады. Қалауыңызға қарай кориандр, зире, сарымсақ араластырып, пиязын салып 10 минуттай тағы да қуырамыз. Содан соң пісіп шыққан картоптарымызды салып, болгар бұрышы қалауыңызға қарай әрине араластырып, өзінің майында 1/2 сағатқа бұқтырамыз. Сонымен біздің қуырдағымыз дайын. Міндетті түрде дәл осы тәсілмен әзірлеп көріңіздер. Пайдалы болған болса, лайктарыңызды аямай кетіңіздер. Мақтадан да жұмсақ, сүзбе қосып жасалған бұл ішке әзірлеу үшін жылы сүтімізге шекер, 2 жұмыртқа және сары майды ерітіп салып, үстінен ашытқы және ұн салып жұмсақ қамыр әзірлейміз. Қамыр жылдам әрі өте нәзік болу үшін 30 градуста пеште 50 минутқа жібереміз. Көтеріліп шыққан қамырларымызды домалақ бөлшектерге бөліп алып, орташа жұқа жайып, дәл осылай кесіп аламыз да бірден салмасын жасауға кірісеміз. Өзіңіз ұнатқан сүзбе түріне 1 жұмыртқа және қалауыңызға қарай қант салып жақсылап араластырып, кукурузный крахмал қосып жіберуді ұмытпаңыз. Сол кезде артық сулары шықпайтын болады. Толтырып салмасын салып, дәл осылай етіп түйіп аламыз. Алдын ала қыздырылған пешімізде 180 градуста 30-35 минуттай қызартып пісіріп, бір дәмін көрсеңіз, үйіңізде сүзбе артып қалмайтын болады. Ендеше бұл рецепті сақтап алып, міндетті түрде маған лайктарыңызды жолдап кетіңіздер. Ешқашанда қатты болып шықпайтын пиццаның қамырын әзірлеу үшін қол күймейтін жылы сүтімізге тұз, шекер, ашытқы және сұйық май салып, жұмсақ болғанға дейін ұн саламыз. Аса қатты жабысқақ болған қамырымызды ашытып, 2-ге бөліп, жұқа етіп жайып аламыз. Содан соң қалаған түрдегі соус және сыр, қуырылған фарш және де қалаған түрдегі начинканы қолдансаңыздар болады. Мен осылай фаршты қуырып, үстінен помидор және сыр қолдандым. Екінші пиццаға дәл осы начинка және болгар бұрыштарын қостым. Алдын ала қыздырылған пешімізге салып, 15 минуттай қызартырып пісіріп аламыз. 200 градуста пісіп шыққан пиццаларымыз өте жұмсақ. Ендігі сіздерден тек қана әзірлеп жеп көру ғана қалды. Міндетті түрде лайктарыңызды және пікірлеріңізді аямай кетіңіздер.
Қалып қойған сметананы жаратып тастайын деп, ұнға қопсытқыш пен сармайды салып, крошка жасап алған соң бір жұмыртқа және қалып қойған сметананы салып, жұмсақ болған қамырды тындыруға қойдым. Өте дәмді начинканы дайындау үшін дәл осы ирисканы қолданып көріңіздер. Ұсақталған жаңғақты 2 ас қасық ирискамен бірге араластырып, жақсылап демалып алған қамырымызды жұп-жұқа етіп, домалақ етіп жайып алып, дәл осылай 8 бөлікке бөліп, бірден начинкасын салып, дәл осы көріністе орап алдым. Орау барысында алдын ала духовканы 180 градуста қыздырып алып, бірден духовкаға жіберіп, қып-қызыл етіп пісіріп алдым. 30 минутта өте дәмді болып пісіп шыққан тәттілерімізді міндетті түрде сіздер де әзірлеп көріңіздер. Ал маған лайктарыңызға аямай кетіңіздер. Қарапайым болып көрінгенімен, неге енді жасап дәмін бір көрмеске деп, Инстаграмда хит болып жатқан бұл тәттіні мен де жасауға кірістім. Төменде көрсетілген барлық ингредиенттерді араластырып, жұмсақ қамырлеп домалақ бөлшектерге бөліп алдым. Жұқа жайылған қамырдың арасына шекер мен жұмыртқаның ағын көпіртіп, бір шай қасықта аса толтырмай безе және де жаңғақ салып, осылай қарапайым тәсілмен бүгіп алдым. Алдын ала 150 градуста қыздырылған пешке жіберіп, бетін ашпай 35 минутта қызартырып алдым. Бірінші листім жарылып кетті, ал екіншісінің әдемі болып шығуының басты құпиясы аса толтырмай начинка салып, төменгі градуста пісіру екен. Ендеше жай ғана сақтап алмай, сіздер де әзірлеп көріңіздер. Балаларға сөзсіз ұнайтын тәтті әзірлеу үшін жаңғағымызды блендерден езіп, құрғақ табаға салып, онымен бірге қызартырып қуырып аламыз. Бөлек ыдысымызға бөлме температурасындағы сары май, бір жұмыртқа, шекер салып, үстінен сұйық май құйып жақсылап араластырамыз. Бір масса болғаннан соң, суытып алынған жаңғағымызды үстінен салып, тағы да жақсылап араластырып, қопсытқыш және ұнымызды салып, жұмсақ қамырлейміз. Қамырымыз дәл осындай қолға жабысқақ әрі жұмсақ болуы қажет. Орташа қалыңдау етіп жайып, дәл осылай форма беріп аламыз. Алдын ала қыздырылған пешімізде 180 градуста 25-30 минуттай қып-қызыл етіп пісіріп аламыз. Сонымен біздің ерекше печеньелеріміз дайын. Міндетті түрде жасап, балаларыңызды және жақындарыңызды қуантыңыздар. Пайдалы болған болса, лайктарыңызды және өз пікірлеріңізді аямай кетіңіздер.